Әссәләму алейкум. Бүгін сіздермен абайка накидканың тігілу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен каналға тіркеліп, маған қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Барлық размерге арналған абайканың тігілу жолын ең бірінші қағаз жүзінде көрсететін боламын сіздерге әлде қайда түсінікті болуы үшін. Осы қағазымызды матамыз деп есептейік. Мына жоғарғы жағы біздің матамыздың ұзындығы, яғни кромка. Осы кромка арқылы біздер матамыздың 1 метр немесе 2 метр екенін біле аламыз. Және мына шеті бұл ені. Осылай ұзындығынан 2-ге бүктейміз. Содан кейін енінен осылай тағы бір бүктейміз. Сол кезде біздің матамыз 4 қабат болады. Матамыздың жоғарғы жағы тұтас болады. Енді осы бұрышынан төменге қарай 3 сантиметрді белгілеп аламыз да, оңға қарай 8 сантиметрді белгілеп түзеу етіп сызып аламыз. Және осы сызықты жоғарыға қарай қосамыз. Сол кезде бізде осындай 4 бұрыш пайда болады. Бұл біздің мойнымыз тұратын жер. Осы жерді доғал етіп қосып жібереміз. Осы жерде бірден ұзындығымызды өлшеп аламыз. Сізге ұзын абая керек па, тобыққа дейін немесе қысқа керек па, ол өз еркіңізде. Осы жерде мойын тұсынан бастап төменге қарай өзіміздің керек ұзындықты белгілеп кетеміз. Содан кейін иығымыздың ұзындығы бізге 30 сантиметрді барлық размерге келеді. 30-ды белгілеп алсаңыздар болады. Осы нүктеден төменге қарай 26 мен 22-нің аралығын алсаңыздар болады. Сол керек өлшемімізді төменге қарай 22 или 23 қылып, 25 қылып сызып аламыз төменге қарай. Осы төменге қарай сызған нүктемізбен жанына солға қарай просто түзеу етіп сызып аламыз. Осы жерде бізге өлшем керек болады, яғни кеуде айналымыңызды өзіңіздің өлшеп, соны 4-ке бөліп, қосымша кеңдікке 6, 8 или 10 сантиметр қоссаңыз болады. Менің жағдайымда 30 сантиметр болды. Осы 30 сантиметрді оңға қарай белгілеп, нүкте қойып, белгі қойып кетемін. Енді бізге осы жерде бір өлшем қажет болады, ДТП деген. Оны мен сіздерге міне жоғарыға түсінікті болу үшін қалдырып кеттім. Иық пен мойын тұсынан бастап, екеуінің иық пен мойын тұсынан түйіскен жерінен белімізге дейінгі аралықты өлшеп алып, осылай нүкте қоямыз. Сол белгілеп алған нүктеден оңға қарай осы жерді белімізді тағы да 30 сантиметр. Мына жер 30 болса, ол жерді да 30 сантиметр етіп, әркімде әрқалай болуы мүмкін. 31 болуы мүмкін, 40 болуы мүмкін. Сол өлшемді осылай тікесінен сызып аламыз. Бұл біздің бел тұсымыз. Енді осы екі нүктені просто түзеу сызықпен қосамыз. Содан кейін осы жер осындай острый болмауы керек. Доғал етіп осы жерді қосып аламыз. Белімізден төменге қарай етегімізді сызу керекпіз. Мүмкін сізге тікесінен прямой ұнайма, әлде қиғашынан ұнайма, өзіңіздің қалауыңызбен матаңыздың кеңдігіне қарай алсаңыз болады. Мен сәл ғана қиғашынан осылай сызып алдым. Етегімізді сәл ғана 2 сантиметр жоғары көтеріп, осылай доғалдау етіп қосып жібереміз. Енді матамызды қиятын боламыз. Қиып алғаннан кейінгі көрінісі біздің абайка накидкамыздың осындай болады. Енді біздің арты мен алды бірдей болып тұр. Иығымызда тігіс болмайды. Алдыңғы бойды анықтау үшін біздер осылай матамызды 2-ге бүктеп аламыз. Содан кейін осы иық пен мойын тұсынан белге дейін түзеу етіп
осылай сызып аламыз да сол аралықты қиып аламыз. Және алдыңғы бойымызды да осылай ұзыннан қиып, алдыңғы бойымыз біздің ашылатын болады сол кезде. Осындай острый болып тұрған жерлерін сәл доғал етіп қиып алып тастаймын. Бұл әдемі көрінбейді, сондықтан қиып алып тастаңыздар. Енді қалғаны бар ғой матамыздың, содан жеңімізді және алдыңғы бойымызға жолақшамызды, белімізге белбеуімізді тігу барысында көрсететін боламын. Кез келген мата түрін таңдасаңыздар болады. Бұл жерде менің матам Скарлетт деген атласқа ұқсайтын материал. Алдыда айтып өткенімдей сызып алдын ала дайындап алдым. Енді осылай айтқанымдай барлық жерін қиып алатын боламын. Өзіңізге ұнаған лен матасын, вискоза, штапель маталарын, кез келген трикотаж маталарын қолдансаңыздар да болады. Накидкамыздың алды ашылатын болуы тиіс, сол үшін алдыңғы бойымызды қазір қиып аламын. Осы бел тұсынан иық пен мойынның нүктесінен үшбұрыш етіп сызып аламын. Сол жерді қайшымен алдыңғы жақта түсіндіріп өткенімдей қиып алатын боламын. Қалған матамыздан жеңімізді қиып алатын боламыз. Ол үшін жеңімізді осылай орналастырып аламыз да, қалған бөлігімізді осы жерге қойып, екі қабат болу керек біздің. Осы кромкамызды қиып алып тастаймыз. Осы жерде жеңіміздің центрін тауып аламыз да, сол жерден төменге қарай 40 сантиметрді белгілеп аламыз. Яғни біздің өзіміздің абаямызда 30 сантиметр, ал қосылатын жеңіміз 40 сантиметр, общий 68-70 сантиметр болуы керек. Абаямыздың центрін тауып, сол жерден төменге қарай түзеу етіп сызып аламыз. Және екі жанынан да осылай түзеу сызықпен сызып аламыз. Жеңіңізді осылай түзеу етіп қалдырсаңыз да болады, немесе манжет қондырсаңыз да, өзіңіздің қалауыңыз бойынша резинка салсаңыз да, сборка қылып, ол жерде енді әркімнің өзінің қалауы. Мен сәл ғана қиғаш етіп, жеңімнің ауыз жағын осылай кең қылып тігетін боламын. Сол үшін осылай сәл қиғашынан алып жатырмын. Енді жеңімізді қиып алатын боламыз. Бұл жерде матамыз екі қабатынан жатыр. Бірден екі жеңімізді қиып алатын боламыз. Міндетті түрде кромканы қиып алып тастауды ұмытпаңыздар. Бұл әдемі көрінбейді. Осындай жанында тесік-тесігі бар, жалбыршақтары бар, ол кромка деп аталады. Енді жеңдерімізді осылай біріктіріп, центрін тауып, қайшымен сәл белгі қалдырып кетеміз. Ендігі кезекте бізге абаямыздың алдына жолақшамызды қию керекпіз. Ол үшін ені 10 сантиметр, ұзындығы барынша матаңыз қанша қалды, сонша ұзын етіп алсаңыз болады. Мүмкін жетпей қалып жатса, екі матаны қосып, ортасынан тігіс түсірсеңіздер де болады. Мейлінше ұзын болғаны дұрыс. Осылай барлық жерінен 10 сантиметрді белгілеп, түзеу етіп алдын ала бірінші сызып алыңыздар. Содан кейін ұзын жолақшамызды қайшымен қиып, екіге бүктеп, үтіктеп аламыз. Бізге енді белдігіміз қажет болады. Ол үшін қалған матамыздан ені 10 сантиметр, ұзындығын 1 метр, 1,20 қылып алсаңыздар да болады. Содан кейін екіге бүктеп, үтіктеп аламыз. Енді бұл біздің жеңіміз. Жеңімізді бір-біріне оң бетімен оң бетін біріктіріп, инемен түйрелеп, екі жағында, содан кейін машинкамен түзеу тігіспен тігіп аламыз. Содан кейін осы тігістерімізді оверлокқа саламыз. Оверлогыңыз болмаса, зигзаг тігіспен тігіп шықсаңыздар болады. Барлық тігістің басында, аяғында закрепка беріп, артық жіптерімізді қиып отыруды ұмытпаңыз. Мінекей жеңімізді қосып алдық. Сол кезде көрінісі осындай болады. Ендігі кезекте біз екі жан тігістерін қосып
сосын барып оверлоктап алатын боламыз. Екінші жеңімізді де міне центр мен центрін бір-біріне келтіріп, инемен түйрелеп, содан кейін түзеу етіп, міне тігіп, оверлоктап алдым. Енді оң бет мен оң бетін бір-біріне қаратып, осы жанынан жан тігістерін қосып, түзеу етіп тігіп аламын. Содан кейін зигзаг тігіспен тігіп шығамын. Алдымен инемен түйрелеп, барлық жерінен немесе көктеп алғандарыңыз дұрыс. Менікіндей осындай сусылдақ, өте жыбырлақ мата болса, міндетті түрде түйрелеп алғандарыңыз дұрыс. Менің каналымнан алдағы уақытта қандай видеолар күтесіздер, соны осы видеоның астына жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде барлығын оқитын боламын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер, жауап беремін. Мінекей жан тігістерін тігіп, үтіктеп алдым. Енді осы алдыңғы бойымызға манағы жолақшамызды қосып тігетін боламыз. Ол үшін осылай мойнымызды беттестіріп, центрін тауып аламыз. Сол жерді қайшымен сәл ғана қиып белгі саламыз. Содан кейін осы жолақшамызды алып, оның да центрін тауып аламыз. Осы екі центрді бір-біріне қосып, инемен түйрелеп, соңына дейін түйрелеп аламыз. Менің видеоларымды таныстарыңызға, тігінге қызығатын таратып, барынша қолдау білдіріп отырыңыздар, бұл маған шабыт береді. Енді осы түйрелеп алған жерімізді алдыңғы бойымызға лентамызды қосып, түзеу етіп, айналдырып тігіп шығамыз. Содан кейін оверлоктап аламыз. Егер оверлогыңыз болмаса, манағы айтқанымдай зигзаг тігіспен тіксеңіздер де болады. Мінекей қыздар, мен тігіп алдым және үтіктеп алдым. Ендігі кезекте етегін қайырып тігу керекпіз. Оверлоктап алып, ішке қарай бір қайтарып тіксеңіздер де болады, немесе 2 рет қайтарып тіксеңіздер де жеткілікті. Енді жеңімізді де тура солай оверлоктап аламыз да ішке қарай қайырып тігетін боламын. Белбеуімізді тігетін боламыз. Ол үшін оң бетімен оң бетін беттестіріп, үтіктеп аламыз бірінші. Содан кейін инемен барлық жерін түйрелеп, осылай жанынан 1 сантиметр қалдыра отырып, түзеу етіп тігіп шығамыз. Бірақ ортадан 3 сантиметр жерді тікпей қалдырып кетеміз. Ол біздің қазір белбеуімізді оң бетіне айналдыруына керек болады. Осылай бұрыштарын қиып алып тастаймыз, содан кейін оң бетіне айналдырып, жақсылап үтіктеп аламыз. Осымен біздің абайкамыз дайын, өте әдемі, оңай, тез тігіледі. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыздар. Маған бұл кәдімгідей қуаныш сыйлайды.